Сәлем достар, бүгін сіздермен тортты әрлеуге арналған безелер дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға ақуызымызды салып, яғни жұмыртқаның ағы, қантымызды салып, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін бірте-бірте қоса отырып миксерлейміз. Яғни біздің ақуызымыз қою масса болғанша, өзінің формасын ұстағанша шамада 9-10 минуттай миксерлейміз. Біздің ақуызымыз 2 есе, 3 есе көбейеді, аппақ түске енеді. Міне біздің беземіз дайын бола бастады. Ақуызымыз қоюланып, міне осындай формасын ұстайтын дәрежеге жетуі керек. Ал енді біздің сахарный пудрамыз бен крахмалымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Ал енді миксерді қолданбаймыз. Лопатканың көмегімен бір келкі араласқанша араластырамыз. Өздеріңіз қалаған түске боясаңыздар болады. Менде қызыл краска қосып, ақшыл қызыл түске боядым. Өздеріңіз қандай формада жасайсыздар? Менде гүл шығаратын форма, насадка, яғни шпажканың басын насадкаға шамалы тығып алып, яғни осылай гүлдер жасап шығамын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша өздеріңіз ұнаған түрге келтіріп алсаңыздар болады. Менде осындай гүлдер пайда болып жатыр. Осы арада біз пешімізді 100 градуста қыздырып қоямыз. 100 градуста 2 сағаттай кептіретін боламыз беземізді. Бұл менде әсел пешке арналған рецепт. Сондықтан тек қана әсел пеші барлар ғана қолдансын. Осылай посыпка сеуіп әрлесеңіздер болады. Міне біздің безеріміз кепті, 2 сағаттай 100 градуста кептіріп алдым. Міне енді тортқа қолдана беруге болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.